Қазақты күллі әлемге танытқан Димаштың атасы, қадірлі ақсақалымыз Құдайберген аға дүниеден озды. Алла алдынан жарлық ағай. Қанат Света, мықты болыңыздар деп жазды Бауыржан Бабажанұлы. Айта кетелік, Димаш марқұм атасы Құдайберген мен әжесі Миуаның тұңғыш немересі. 2019 жылы Құдайберген Айтбаев ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. 2018 жылы Димаштың ата әжесі үйленгендеріне 50 жыл толуына орай алтын тойларын өткізген болатын.